Саламатсыздар ма оқушылар? Менің есімім Деңгелбаева Айнұр Үсеновна. Ақтөбе қаласы номері 36 қазақ орта мектебінің информатика пәні мұғалімі. Сіздерді бүгінгі онлайн сабағымызда көргеніме қуаныштымын. Ендеше 5 класстар бойынша сабағымызды бастайық. Назарларымызды экранға аударайық. Балалар, экрандарға суреттерге мұқият қарайық. Бұл жердегі суреттер аспан әлемі, ғарыш тақырыбында бейнеленген суреттер. Енді сіздерге мынадай сұрақ. Қалай ойлайсыздар? Бұл суреттер графиканың қай түріне жатады? Әрине, экрандағы суреттер растрлық графикаға жатады. Растрлық графиканы қозғалысқа келтіру үшін біз Scratch программасында нысанның костюмын ауыстыруымыз қажет. Олай болса, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы нысанды құру және костюм ауыстыру. Өткен сабақтарда нысанды кірістіру үшін біз интернет желісінен суреттерді жүктеп алған болатынбыз, немесе Scratch программасының дайын кейіпкерлерін пайдаланып жоба құрастырған болатынбыз. Бүгінгі сабақта нысандарды құру және костюмдерін ауыстырып, оған анимация жасап үйренеміз. Спрайт костюмын құру. Алғашқы костюмді құру үшін біз Scratch ортасындағы нарисовать батырмасын басу арқылы жасаймыз. Ал келесі костюмдерді бірінші костюмді өзгерту арқылы жасауымызға болады. Ол үшін костюмдер бөліміндегі дублировать командасын таңдаймыз. Бірінші костюмді көшіріп алып, редакциялау командасын орындау арқылы бірнеше костюмдердің суреттерін салуымызға болады. Енді жоба құрайық. Табиғат нысанын құру. Жұмыс барысымен таныстырып өтейін. Күн жаңа нысанын құру. Күн шығыстан шығу үшін диагональ бойынша тінтуірмен ақпараттық панельге бағытталған көк векторды алып, сағат тілі бағытымен бұру керек. Ашылмаған гүл жаңа нысанын құру. Нысандарды бірнеше рет көшіріп, гүлдің ашылу кезеңдерін құру қажет. Аз ғана кідіріс ішінде нысанның костюмдерін ауыстыратын анимация жасау керек. Жобаға атау беріп, сақтаймыз. Scratch ортасында күн нысанын құру үшін ең алдымен кейіпкерді кірістіретін жерде бізде нарисовать батырмасы бар. Сол батырмаға мен күннің суретін саламын.
Ал енді балалар, тапсырмалар орындауға көшейік. Костюмдерді өзгерту барысында біз мына батырмалармен жұмыс жасадық. Енді осы батырмалардың атқаратын қызметін сәйкестендірейік. Бұл тапсырманы дәптерге орындаймыз. Жақсы балалар. Келесі тапсырмамыз Learning App қосымшасында орындаймыз. Ол үшін әдеттегідей төмендегі сілтемені браузер мекен-жайы жазылатын жерге жазып, одан кейін мына қосымша арқылы тапсырмаларды орындаймыз. Бұл жерде алгоритм түрлерін анықтауымыз керек, алгоритмнің қасиеттерін, компьютер орындауға міндетті әрекеттерді және Scratch программа терезесінің негізгі 3 бөлігін тауып, жауаптардың артында қандай сурет жасырылғандығын табуымыз керек. Ал ендеше орындайық. Жақсы,
Бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Жаңа нысанды қалай құрамыз? Нысан костюмдерін қалай ауыстырамыз? Оқушылар, бүгінгі сабақта жобаны құра алған оқушылар төмендегі смайликті жіберіңіз. Егер сіздердің жоба бойынша сұрақтарыңыз болса, екінші смайликті WhatsApp арқылы жіберуіңіз сұралады. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.